Армысыз көрермен, назарларыңызда апта жаңалықтары сіздермен бірге Дулат Абдраманов. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Президент атом электр станциясын салу бойынша референдум күнін жариялады. Ол үшін мемлекеттен қанша қаржы жұмсалмақ, мемлекет бөлетін миллиардтар қайда кетеді? Атом электр станциясын салу мәселесіне қатысты жалпы ұлттық референдум биылғы 6 қазанда өтеді. Атом электр станциясын салу бойынша референдумға 15,5 миллиард теңге жұмсалу жоспарланып отыр. Орталық сайлау комитетінің мәліметінше, референдум учаскелерінің жалпы саны 10.327, оның 78-і Қазақстаннан тыс, әлемнің 63 елінде орналасқан. Жалпы ел бойынша 12.176.968 азамат референдумда дауыс бере алады. Ол әзірге нақты сан емес екенін айтты. 15,5 миллиард теңгенің 70%-ы қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, 30%-ы бюллетендер мен кеңсе заттарына жұмсалады. Қарақұстан ұрып тепкен Ақтөбеде әлімжеттік салдарынан қаза болған 9-шы сынып оқушысының өлімі туралы деректер пайда болды. 2 қыркүйек күні Ақтөбе облысының Қопа ауылында үлкен сыныптар 9-шы сынып оқитын баланы өлтіріп кеткен болатын. Артынша полиция күдікті деп танылған 2 оқушыны ұстағандарын мәлімдеді. Кейіннен бас прокурор Берік Асылов бұл істі өзінің қарамағына алғанын хабарлады. Қайтыс болған оқушының әпкесі оқиға куәгерінің жағдайдың қалай болғаны туралы жазған хабарламасымен бөлісті. Куәгердің айтуынша, олардың бірі 9-шы сынып оқушысының жүрек тұсынан қатты соққы жасаған және ол 30 секундтай талып қалған. Алайда жеткіншектер бұған қарамастан есін жиған кезде де оны қарақұстан ұрып тепкілеген. Қаза болған оқушының туыстары қылмыстық құрам толық тұтқындалмағанын, олардың арасында құзырлы органдарда жұмыс істейтін туыстары бар жеткіншектер де бар екенін, олар жазадан оңай құтылып кете ме деп қорқатындарында мәлімдеген болатын. Қаржылық мониторинг агенттігі жайлы мектептерді тексеріп жатыр. Қаржылық мониторинг агенттігінің қазірдің өзінде жайлы мектептер құрылысындағы қажетсіз шығындардың алдын алғандарын хабарлады. Бюджет қаражатының мақсатты жұмсалуын қамтамасыз ету мақсатында агенттік Самұрық Қазына құрылыс акционерлік қоғаммен кездесу өткізді. Қаржы мониторинг агенттігі 369 жайлы мектептің құрылысына 2,3 триллион теңге бөлгенін еске салды. Кездесу қорытындысы бойынша экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша бірлесіп жұмыс жасау мен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Алматы облысында бала сатпақ болғандар ұсталды. Қылмыстық топтың қызметін ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері тоқтатты. 25 тамызда әлеуметтік желідегі сұрақ бәрі бар парақшасында кәмелетке толмағандар мен жаңа туған сәбилерді заңды түрде асырап алуға көмектесеміз деген қылмыстық топтың әрекеті туралы жедел ақпарат түсті деп атап өтті Алматы облысы полиция департамент бастығы Бауыржан Әленов. 28 тамызда жедел іздестіру іс-шаралары барысында Қызылорда облысының тумасы 38 жастағы күдікті анықталды. Кәмелетке толмағандарды сату дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті қамауға алынды. Ұшақ салонына домбыра алып кіруге рұқсат берілуі мүмкін. Ол үшін қандай жағдайлар жасалуы жоспарланып жатқаны туралы көлік вице-министрі не айтты? Көлік вице-министрі Сәтжан Аблалиевтің айтуынша кейбір аспаптарды қазіргі әуе кемелерінің сөресіне орналастыруы мүмкіндігі жоқ. Соған байланысты осындай сұрақтар туындап жатыр. Қазіргі уақытта әуе компанияларымен бірлесіп, осы шаруаны шешу бойынша тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр, деді Аблалиев. Оған қоса керек болған жағдайда жол жүгін, қол жүгін тасымалдау шарттарына өзгерістер енгізуге дайындалу барысында екенін айтты. Келесі аптаға дейін қош сау болыңыздар, арнамызға тіркеліп, лайк басып, бейнені бөлісуді ұмытпаңыз.